Оразаға қатысты сұрақ жауап. Сұрақ: сәресіне ұйықтап қалып күні бойы еш нәрсе ішіп жемесе ораза ұстаған болып санала ма? Жауап: сәресіне ұйықтап қалған адам ұйқысынан тұрғанда ниет етіп оразасын жалғастырады. Ең бастысы таңертең еш нәрсе ішіп жемеуі және түске дейін ниет етіп үлгеруі тиіс. Әсілі сәресіне тұруға әрекет еткен жөн, себебі сәресінің сауабы мол. Хадисте сәресіде береке бар, оны тастамаңдар. Тіпті бір жұтым су болса да ішіңдер, себебі Алла тағала мен періштелер сәресі ішкен адамға салауат айтады деген. Сұрақ: жалпы сәресіне тұрмай ораза ұстауға бола ма? Жауап: иә, сәресіне тұрмай-ақ ораза тұтуға болады. Алайда бір жұтым су ішсеңдер де оны үзбеңдер, өйткені Алла тағала мен періштелер сәресіге тұрғандарға жақсылық тіледі деген пайғамбарымыздың өсиеті бар. Сонымен қатар сәресіне тұрып ас ішу немесе ең болмаса су ішу не құрма жеу күні бойғы тіршілікке адамға қуат береді. Нәтижеде ораза ұстауда түрлі қиындықтардың алдын алуға септігін тигізеді. Сұрақ: сәресі уақытын өтіп кетсе де білместіктен ішіп жеп қойса не болады? Жауап: бұндай жағдайда оразасын әрі қарай жалғастырады, алайда кейін сол күнгі оразаның қазасын өтеуі тиіс. Сұрақ: таң намазынан соң күн шыққанға дейін ішіп жеуге бола ма? Жауап: таң намазы кірген соң ішіп жеуге болмайды. Сұрақ: ораза ұстаушы ұмытып ішіп жеп қойса оразасы бұзылады ма? Жауап: тамақ яки суды ұмытып ішіп қою оразаны бұзбайды. Себебі ұмытып ішіп жеу оразаны бұзатын амалдардан емес. Ондай адам оразасын жалғастырады. Пайғамбарымыз саллаллаху уассалам аузы берік адам ұмытып ішіп жесе, оразасын бұзбай толықтырсын. Өйткені оған жегізген де ішкізген де Алла деген. Алайда ораза екендігін есіне түскен сәтте бірден ішіп жеуін дереу тоқтатуы шарт. Сұрақ: ауыз ашарда уақыты кірді деп ойлап ішіп жеп қойса, бірақ әлі күн батпаған болса, оразасы дұрыс бола ма? Жауап: өкінішке орай ауыз ашар уақыты кірмей ішіп жеу оразаны бұзады. Сондықтан сол күнгі қазасын өтейді. Себебі оразаның уақытын таң сәріден күн батқанға дейін ұстау қажет. Сұрақ: ауыз ашуға асығуға бола ма? Жауап: хадисте менің ең жақсы көретін құлдарым ауыз ашуға асыққандары деген. Сондықтан ауыз ашуға асығу дінімізге мұстахаб амалға жатады. Сонымен қатар ауыз ашар уақыт кіргенге жолға көлікте болса бір жұтым сумен не бір түйір құрмамен болса да кешіктірмей ашқаны абзал. Сұрақ: ауызды немен ашқан дұрыс? Жауап: хадисте кімде құрма болса сонымен ауыз ашсын, ал кімде ол жоқ болса сумен ашсын. Расында су тазартушы деген. Сұрақ: ораза ұстаушы ұмытып тамақ жеп тұрғанын көрген адам не істейді? Жауап: егер ораза ұстаған адам жас не бойында оразасын жалғастыра алатын әлі қуатты кісі болса, оған ескерту міндеті болады. Ал әлі қуаты жоқ яки жасы үлкен қарт адам болса, үндемеген абзал. Себебі хадисте өйткені оған жегізген де ішкізген де Алла делінген. Сұрақ: өткен жылдан қалған қаза оразасы бар адам биылғы Рамазан айы келіп қалғанда не істеу керек? Жауап: негізгі қаза болған оразаны кешіктірмей өтеу қажет. Себебі Рамазан айында ораза ұстау парыз болса, оның қазасы да парыз. Сондықтан парыз болған оразаның қазасын тезірек арасын үзбей немесе бөліп өтеуіне рұқсат. Алайда биылғы Рамазан айына дейін өтілмеген болса, әуелі уақыты келіп тұрған Рамазан оразасын ұстайды, кейін Рамазан айы біткен соң қазасын өтейді. Сұрақ: намаз оқымайтын адам ораза ұстай алады ма? Жауап: әрине болады. Ораза исламның 5 парызының бірі. Намаз бен ораза екеуі екі түрлі ғибадат. Сол себепті ниет етіп ораза ұстаған дұрыс. Сұрақ: денсаулыққа тигізетін пайдасын ойлап бір ай ауыз бекітсем организм тазарып жақсы болады деген оймен ауыз бекітуге бола ма? Жауап: бұндай ниетпен ауыз бекітіп ораза ұстаған адамның оразасы дұрыс емес. Ауыз бекітудегі басты мақсат Алланың разылығы болуы керек. Ондай адамдар сауаптардың құр қалады. Ауыз бекіту адам организміне белгілі бір деңгейде пайдасын тигізетін сөзсіз. Алайда арықтау, денсаулығын жақсарту үшін ораза ұстау Аллаға құлшылық жасау емес, адамның өз жеке басының мәселесін ойлағаны болады. Ниеті Алла разылығы үшін болса, сол ықыласына сай Алла тағала оның ауру сырқауына шипа береді. Сұрақ: Рамазан айында кімге ораза тұтпауға рұқсат етіледі? Жауап: алыс сапарға жолға шыққан жолаушыға, ораза ұстаса ауру асқынып кететін науқасқа, емі өлі анаға және жүкті әйелге Рамазан оразасын тұтпаса болады. Сұрақ:
Ораза тұтпау рұқсат етілген кісілер ұстамаған оразасын қазасын өтейді ме? Жауап: иә, жолаушының сапары аяқталған соң, науқас жазылған соң, ана баласын емшектен шығарған соң және жүкті әйел босанып, нифас қанынан тазарған соң қазасын өтейді. Сұрақ: Рамазан айында есінен танған адамның үкімі қандай? Жауап: Рамазан айында ораза тұтуға ниет етіп, күндіз есінен танып қалса, бұл күннің қазасын өтеу парыз емес. Есінен тануы көпке созылса, айыққан соң кейінгі күндердің қазаларын өтейді. Сұрақ: Рамазан айында жынды адамның ақылы кірсе не істейді? Жауап: қалған тұтып, өткен күндердің қазасын өтейді. Сұрақ: 2 күн қатарынан тоқтамай ауыз ашпастан ораза тұтуға бола ма? Жауап: жоқ, болмайды. Хадисте ауыз ашпастан ораза ұстамаңдар. Кімде-кім осылай істегісі келсе, таң алдында тамақ жесін деген. Сұрақ: оразаны бірнеше күн ғана ұстаса бола ма? Мысалы, басында 3 күн, аяғында 3 күн. Жауап: жоқ, олай ұстауға тыйым салынған. Санаулы күндерде сендерден кім Рамазан айында болса, ораза ұстасын делінген. Сұрақ: ораза кезінде мені басқа қалаға іс-сапарға жібереді, сол кездері оразамды тоқтата тұрсам бола ма? Жауап: Алла тағала сапардағы адамға оразасын тоқтатуға рұқсат берген. Тіпті ол адам сапарда ешқандай қиындық көрмесе де, алайда қаза болған оразаңызды өтейсіз. Ал біреу науқас не сапарда болса, басқа күндерге санын толтырсын, Алла тағала сендерге жеңілдік қалайды, ауырлық қаламайды делінген. Сұрақ: Рамазан айының қазасын үздіксіз түрде тұту керек пе? Жауап: үздіксіз тұту шарт емес, қаласа бөліп, қаласа үздіксіз жалғастырып ұстайды. Сұрақ: ораза кезінде сүндетке отырғызуға, той жасауға, тағы басқаларға бола ма? Жауап: иә, ораза уақытында баланы сүндетке отырғызуға болады, тіпті той да жасай алады, бірақ қонақтардың арналған дастарханын ауыз ашқаннан соң жайған жөн. Сұрақ: ораза кезінде спортпен шұғылдануға бола ма? Жауап: әрине болады. Дегенмен ораза кезінде ағзамыздың әлсіреп тұратындығы ескеру қажет. Мүмкіндігінше ораза кезінде үзіліс жасай тұрған дұрыс. Сұрақ: ораза уақытында сағыз шайнаса бола ма? Жауап: жоқ, болмайды. Сағыздың дәмінен тәтті сұйықтық бөлініп, асқазанға түсетіндіктен ораза бұзылады. Сұрақ: ораза кезінде крем жағуға бола ма? Жауап: терідегі ұсақ тесіктер арқылы ет пен терінің арасынан сіңетін заттар оразаны бұзбайды. Мысалы, крем жағу, май жағу, судың ішінен ұзақ тұру, жараның бетіне дәрі жағу, таңу, тағы басқалар. Тек крем не майдың жаққан кезде тым қалыңдатпаған жөн. Себебі қалың жағылған крем не май дәрет алғанда суды теріге жеткізбеуі мүмкін, ал теріге су тимеген соң дәрет дұрыс болмайды. Сұрақ: Рамазан айында әйел кісілерге боянуға, түрлі лак немесе жақпыларды қолдануға бола ма? Жауап: расында оразаны сырттан ішке кірген нәрселер бұзады. Сондықтан қолға, бетке жағылған түрлі жақпылар, лак тағы басқа қолдану оразаға кедергі емес. Алайда аталмыш майлар, лактар су өткізбейтін болғандықтан, құлшылық үшін алынатын дәреттен бұрын сүртіп не өшіру қажет болады. Сұрақ: көзге, құлаққа және мұрынға дәрі тамызу оразаны бұза ма? Жауап: көзге дәрі тамызу оразаны бұзбайды, ал мұрынға және құлаққа дәрі тамызу оразаны бұзады. Демікпе ауруымен аллергия ауыратын кісілер тыныс жолдарын ашу үшін спрей қолданатын болса, және спрейді мұрынға шашқанда өңеш арқылы ішке кірмей, мұрын қуысында не тыныс жолдарында қалатын болса, ораза бұзылмайды. Десе де оразаның бұзылу қаупі жоғары болғандықтан, мүмкіндігінше сәресіне дейін не ауыз ашқаннан кейін дәрілерді қолданған дұрыс. Сұрақ: оразада тамаққа жіберіп алмай тіс пастасымен ауыз тазалауға бола ма? Жауап: тіс пастасы пайдалануға болады, алайда мәкрух болып есептеледі. Тіс пастасымен тісті тазалаған кезде оның дәмі толықтай ауыздан кетпейінше түкірікті жұтуға болмайды. Тіс пастасының асқазанға түсу оразаны бұзады. Тазалап болған соң ішке су кетіп қалмауын қадағалай отырып, мұқият ауызды шайқау қажет. Тіс пастасының орнына сүннет болып табылатын месуакты қолданған абзал. Сұрақ: соңғы кездері тісім жиі қанап кете береді. Қанаған мезетте аузыма түкірігім жиналып, түкіріп тастаймын. Кейде ұмытып кетіп, жұтып қоямын. Осындай жағдайда ораза бұзыла ма? Жауап: егер тіс қанаған жағдайда қанның көлемінде қаралады, дәмі білінбейтіндей дәрежеде түкірткен аз мөлшерде болса, ораза бұзылмайды. Себебі мұндай жағдайдан сақтану қиын. Алайда қанның көлемі түкіріктен бірдей не одан да көп болса және оны жұтатын болса, ораза бұзылады. Кейін қазасын өтеу қажет болады, сондықтан қолдан келгенше сақтанған жөн. Сұрақ: ораза кезінде күндіз шылым шегуге бола ма? Жауап: жоқ, болмайды. Шылым шегу оразаны бұзады. Сұрақ: оразада насыбайға рұқсат беріле ме? Жауап:
насыбайға да рұқсат етілмейді, себебі ол есеңгіртуші зат болып табылады, сондай-ақ оразаны бұзады. Сұрақ: ораза кезінде шомылуға немесе душ, ванна қабылдауға бола ма? Жауап: иә, шомылуға болады, алайда қажет жағдайда ғана. Алла елшісі саллаллаху уассалам ораза кезінде ыстығын басу үшін тісін мисуакпен тазалап, басын суық құйған. Бірақ ауыздан және мұрнынан су кіріп кетпеуін қадағалау шарт, себебі мұрнынан не ауыз қуысынан бір тамшы болса да су кірсе, ораза бұзылады. Ал ораза кезінде көлге, өзенге түспеген абзал, себебі мұрнынан не ауыздан су кіріп кету қаупі жоғары, сондықтан суға сүңгіп шомылу қауіпті. Қосымша, ораза кезінде моншаға да баруға рұқсат болса да, адамды әлсер ететіндіктен және буға кірген уақытта ішке су кіріп кету қаупі жоғары болғандықтан, ораза уақытында моншаға да бармаған абзал. Сұрақ: ораза уақытында аузымды жай ғана шайқаса бола ма? Жауап: ораза кезінде ауыз қуысы мен мұрынды сумен шайқау оразаны бұзбайды. Егер суды жұтып қойған болса, ораза бұзылады, бірақ сол күнгі оразаның қазасын өтейді. Сұрақ: дәрет алып жатқанда байқамай тамақтан су кетіп қалса, ораза бұзыла ма? Жауап: ораза екендігін біле тұра тамағын немесе мұрын қуысының байқаусызда болса да су кірсе, оразасы бұзылып қазасын өтеу міндет болады. Алайда ақыры оразан бұзылды ғой деп ішіп жеуіне болмайды. Сұрақ: ораза уақытында тырнақ алып шаш кесуге бола ма? Жауап: тырнақ пен шаш алуға болады, оразаға кедергі емес. Сұрақ: ораза уақытында гүл сияқты хош иісті өсімдіктерді иіскеуге бола ма? Жауап: гүл, әтір сияқты хош иісті заттарды иіскеу оразаны бұзбайды. Сонымен қатар түрлі иіс суларды пайдалану да оразаны бұзбайды. Алайда темекі сияқты заттардың түтінін әдейі иіскеу оразаны бұзады. Сұрақ: ораза кезінде күндіз әйелімен жақындасып қойсам не болады? Жауап: рамазанда күндізгі уақытта әдейі жақындасқан жағдайда ерлі-зайыптылардың оразасы бұзылады. Оны өтеу үшін 2 ай оразасын үзбей толық ораза ұстау парыз болады. Ал егер оған шамасы жетпесе, 60 мискінді тамақтандырады. Алайда ұмытып жақындасып қойған болса, ораза бұзылған болып саналмайды. Сұрақ: оразада ауыз ашқаннан соң ерлі-зайыптыларға жақындасуға бола ма? Жауап: иә, сендерге оразаның кешінде әйелдеріңе жақындасу халалы етілді делінген. Сұрақ: рамазан айында тіс ауырса, оны емдеуге бола ма? Жауап: егер тіс емдеу барысында тамақтан дәрі немесе сілекеймен бірге қан кіріп кетпеуін қадағаласа, тісін емдеуге болады. Сұрақ: оразада түкірік жұтып қойса, ораза бұзыла ма? Жауап: түкірік жұту оразаны бұзбайды, алайда түкірікті әдейі жинап жұтуға болмайды. Сұрақ: астың дәмін көру оразаны бұза ма? Жауап: тамақтың тұзын тексеру үшін тілінің ұшымен дәмін көріп, кейін аузын шайып түкіріп тастаса, ораза бұзылмайды. Десе де оразаны бұзатындай қауіпті болғандықтан мәжбүр болмайынша дәмін татпаған жөн. Сұрақ: ораза кезінде жүрегі айнып құсса, ораза бұзыла ма? Жауап: хадисте кім еркінен тіс құсып қойған болса, оразаның орнын толтырмайды. Ал кімде-кім әдейілеп құсқан болса, сол күннің қазасын өтейді делінген. Демек, еріксіз құсса, оразасы бұзылмайды. Құрметті көрермендер, қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларымызды, жасаған дұға тілектерімізді, берген садақаларымызды Алла тағала қабыл етсін. Бұл ай сабырдың, кешірімнің, мейірімнің айы. Жүрегімізді тазартып, ниетімізді жаңартып, жанымызды нұрға бөлейтін ерекше уақыт. Ораза тек аш жүру емес, ол нәпсіні тәрбиелеу, тілді жаман сөзден тыю, жүректі реніштен арылту. Алла әрқайсымызға шынайы ықыласпен құлшылық жасауға күш-қуат берсін. Ұстаған оразамыз қабыл болып, жасаған әрбір жақсы амалымыз еселеніп қайтсын. Үйімізге береке, дастарханымызға молшылық, жүрегімізге тыныштық сыйласын. Ауырған жандарға шипа, қиналғандарға жеңілдік, мұңайғандарға қуаныш нәсіп етсін. Балаларымыз аман, отбасымыз бүтін болсын. Жасаған дұғаларымыз көкте қабыл болып, жер бетінде игілігін көрейік. Осы Рамазан айы бізді бір-бірімізге жақындатып, жүректерімізді жұмсартып, иманымызды күшейтсін. Келесі Рамазанға аман есен жетуді нәсіп етсін. Алла тағала ниетімізді қабыл етіп, әр күнімізді жақсылықпен өткізуге жазсын. Оразамыз қабыл болсын. Рамазан айы баршамызға берекелі болсын.